Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Казонимус арнасы. Менің 13-ші видеома қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Дисней мультфильмдерінің ащы шындықтарын және Диснейдің өзінің ащы шындықтарын және Дисней мультфильмдеріндегі кадрларындағы арқасындағы ешкім байқамаған белгісіз құпия детальдары жайында, отсылка пасхалкілері жайында айтатын боламын. Ал сіздер видео басталмастан бұрын лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Бұл сіздерге жай ғана кеткен 3 секунд болғанымен, бұл маған өте үлкен мотивация. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Себебі видеода өте қызықты сәттер көп болады. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен Дональд Дак мультфильмінен бастайық. Бұл классический мультисериалдың бір эпизодында Дональд Дак клиникаға келеді және дуалда парақ ілініп тұрады. Ол парақта иллюминаттардан сұра деген жазу жазылып тұрады. Bir қараған кезде бұл жай ғана әріптер болып көрінуі мүмкін. Негізі бұл жерде иллюминаттар жайында жазылған. Ал иллюминаттар деген кім десеңіздер, олар ислам мен христиан дініне қарсы келетін еврейлер. Дисней компаниясы бұл сөзді не үшін қалдырды десеңіз, егер осы видеоны толығымен соңына дейін көретін болсаңыз, онда сіз міндетті түрде түсінесіз. Симпсондар мультфильмі болашақты 30 шақты рет болжаған және ол мультфильм иллюминаттардың қатысымен шыққан мультфильм. Яғни, мына жерде жазылғанның мағынасы иллюминаттардан сұра, олар біледі деген сияқты. Ал бұл сөздің мағынасы өте терең және өте қорқынышты, өте қиын. 113 деген сан Дисней туындыларының көп мультфильмдерінде көп эпизодтарында кездесіп жатады. Көліктің де, ойыншықтың да, ракетаның да, бір заттың да, тіпті үйдің де, оның барлығының сандары 113 деп келеді. Бұл өте түсініксіз және Дисней бізден бір нәрсені жасырып отқан сияқты болып көрінеді. Егер сіздер осы видеоға 100 лайк жинасаңыздар, онда мен бұның жауабын толықтай кірісіп іздеп, оны тауып закрепленный комментарийге жазатын боламын, немесе осы туралы бөлек видео түсіретін боламын. Видеоның басында айтқанындай, Симпсондар мультфильмі көптеген болашақты болжай алған, Трамптың жеңгені мен тепшектен түскенін және 11 сентябрьде болған оқиғаға дейін. Бірақ оның барлығы мультфильмде отсылка ретінде қалған. 11 сентябрь күні 2001 жылы Нью-Йорктағы ең үлкен зданиялардың бірі, егіздер зданиясы террористердің шабуылымен жарылған болатын. Бұл жағдайдың болатын Симпсондар мультфильмде ғана емес, 90-шы жылдардағы Джонни Браво деген мультисериалда да көрсеткен болатын. Ал оның бір сериясында Джонни біреумен ұрсып тұрады, ал оның арқасындағы плакатта Coming soon деп, яғни сол жарылған зданияны көрсетіп, өте жақында деп жазып қойған еді. Бұл отсылкілер сол кезде еш нәрсені білдірмегенімен қазір өте қорқынышты. Дисней мультфильмдерінде мына жест көп кездеседі. Бұл жест дьявольский пес, яғни құбыжық ит деген жест. Тіпті Дисней анимацияларының барлығында осы жест кездеседі, яғни барлық персонаждары осы жестті көрсетеді. Негізі бұл жесттің мағынасы сатанаға бағыну, өзін сатанист санау. Неліктен? Себебі Дисней мультфильмдерінің көбісінде ислам мен христиан дініне қарсы шығатын отсылкілер өте көп кездеседі. Және Диснейдің қалаушысы Уолт Диснейдің өзі иллюминат, яғни сатанист болған. Видеоның басында бірінші көрсеткен Дональд Дак мультфильмдегі дуалда не үшін сол сөздің ілініп тұрғанын енді түсінген шығарсыз. Егер осы видеода 100 лайк жиналса, Уолт Диснейдің ащы шындықтары деген видео шығаратын боламын. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, подписаться деген қызыл кнопканы да басыңыздар, жанынан шыққан қоңыраушаны да басып қоя салыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды да міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер.